Сонымен Херобрин таңертең ерте тұрады екен. Тамағын ішеді екен. Тамағын ішіп болғаннан кейін далаға шығады. Қазір көктем мезгілі. Ол өзінің қолына қаруын алып, күрегін алып, қайда барады? Бірге айтыңдар, бақшаға барады. Сөйтіп ол жерді қазады кеп. Сөйтіп ол не отырғызды? Сәбіз. Бір-бірлеп сәбіз отырғызды. Ал кім көмектеседі? Отырғызыңдар бір-бірлеп. Мен. Ал біріншісін Ернар отырғыз, мына жерге сал. Херобринге кім көмектеседі? О, рахмет. Ал екіншісін Нұрай отырғыз. О, міне, біздің бақшамыз керемет. Екіншісін мен отырғызайын. Үшіншісін. Төртіншіні Нұрлыбек кел көмектес. Отырғызын сәбіз. Міне. Бұл сәбіздер. Ал, енді Херобрин не істеу керек? Сәбіздерді не істеу керек? Күзету керек, өйткені бізде орманда кімдер бар? Қояндар. Нелер бар? Қояндар бар. Олар не істейді? Сәбізді ұрлап жеп қояды. Сондықтан Херобрин үнемі күзетіп жүреді. Күш деп қуады. Күш, олар қорқып орманға қашып кетеді. Енді Херобрин не істеу керек? Алтын жасау керек, Ал барамыз. Ал қояндар сәбіз ұрлайды. Ал Херобрин бір алтынды алып не істеу керек? Қояндар сәбіздер ұрлайды. Ал бір алтынды кім салады? Сал. Алтынды соғу керек, Ал. Жарайды, ештеңе етпейді. Басқасын сал. Енді соқ. Енді алып шық. Алтын соғады екен, Ал енді біреуін Ернар соғады. Ал соқ. Бас. Алып шық. Ой, молодец. Нұрлыбек соғасын ба? Соғасын ба? Соғам. Жоқ, алтын соғасын ба? Соқ. Соқам. Мен салдым, мен соқ. Енді көтер. Жоқ, олай емес, ананы басасын, маны. Басын ба? Сөйтіп Херобрин алтын жасап, деп шаршап тұрғанда, қояндар келіп қалыпты. Қарандар. Тез қояндар, келіңдер. Херобрин жоқ кезде қояндар келді. Сәбіздерді ұрлады, тез ұста. Херобрин оны көріп қалады. Ұста, тез. Ал мыналарды. Қаш. Деп ол қуып, оларға кетіп бара жатыр, ұстап аламын деп. Сол кезде алтындарды ұрлауға скелет келіпті. Қарақшы не істейді? Атты алады. Оның қалталарын неге толтырады? Алтынға толтырады. Ол 4 алтын ұрлауға келеді. Херобрин, ой, сәбіздерді ұрлап кетті деп ренжіп келе жатыр. Бірақ ол жете алмай қалды. Сол кезде алдынан кім шығады? Қыз шығады, тез. Құтқарушы қыз шықты. Ол төбелеседі, сөйтіп скелетке төбелесіңдер. Ты, қалай? Херобрин болса таң қалып тұрып қалады, Сөйтіп скелет жеңіледі, қашып кетеді. Деп. Қыз болса ат пен алтынды Херобринге әкеледі. Ал, Нұрай, енді қыз болып сөйле. Сәлем де. Сәлем, сен кім боласың? Мен қызбын де. Сен өте өжет, батыр қыз екенсің. Мен Херобринмін. Менің үйіме жүр. Мен саған шай берем, пирожный берем. Менімен дос боласың ба? Болам. Жүр ендіше бірге барамыз. Сөйтіп олар алтынды атқа қайтадан салады. Екеуі атқа отырады. Нұрай, отырға. Алдына тұрғыза ғой. Алдына тұрғыз. Жоқ, тұрғыз. Ал, сөйтіп барлығы үйге қайтады.
сөйтіп үйге деп келеді, иә. Ал сөйтіп қыз бен Хераблин тамақ ішеді. Ал қыз қайда? Оған мынандай пирожный береміз. Yine amyadada. Ал Koy. сөйтіп Хераблин мен қыз екеуі не жейді? Бірге Belki. тамақ ішеді, иә? Сосын екеуі бірге дос болады. Сөйтіп Хераблин қызға айтады: сен менімен бірге тұршы, маған жалғыз өте қиын дейді. Қыз болса айтады: жарайды, менде де досым жоқ, екеуміз дос боламыз. Сөйтіп екеуі осындай үйде бірге өмір сүріпті. Ұнады ма? Ya. Саған ұнады ма? Ya. Саған ұнады ма, Ернар? Ya. Қош болыңдар.